Audio Jungle. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Бүгін біздің әдеби музыкалық кеш белгілі қазақстандық әнші Роза Бағланованың 100 жылдық мерейтойына арналады. Роза Тәжібайқызы Бағланова 1922 жылы 1 қаңтарда Қызылорда облысы Қазалы қаласында дүниеге келген. Балалық шағында Роза әкесінің үйінде болған қонақтарға қуана ән шырқады. Мектепті бітіргеннен кейін болашақ жұлдыз Қызылорда пединститутына оқуға түсті. Кейін сұхбатында ол 30-шы жылдары өнер адамдарына немқұрайлы қарағандықтан өнер жолына түспегенін мойындады. Майдандағы концерттік бригада Роза Бағланова оң жақтағы 2-ші қатардағы 3-ші. Жауынгерлердің алдында өнер көрсету кезінде көзге түскен сынықтың салдарынан әнші соқыр болды. Бағланова 6 операцияға ұшырады, тек бір көзі ғана көре алды. Соғыс жылдардағы концерттік қызметі үшін Бағланова көптеген марапаттарға ие болды. Оның ішінде маршал Рокоссовскийдің қолынан алынған жауынгерлік еңбегі үшін медалі бар. Содан кейін ол оған: «Дәл қазір сіз кішкентай розасыз, бірақ көп ұзамай сіз кеңістік өнердің мақтанышысы боласыз», дейді. Бағланова 2 рет осындай медальмен марапатталған жалғыз әнші. Бағланованың әні кеңес сарбаздарын ерлікке шабыттандырды. Бұл туралы оған бір танкер айтты. Ол үшін әнші өзінің репертуарынан бірнеше ән шырқады. Танкер ерлік жасады, шайқастан тірі оралды, кеңес одағының батыры атағын алды және Бағланованы тәнке мінгізді. Роза Бағланованың өмірінде танымал адамдармен көптеген кездесулер болды. Роза Бағланова Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театрының, Қазақ мемлекеттік филармониясының әнші болған. Ол әлем халықтарының әндерін, классикалық және эстрадалық шығармаларды орындады. Бүкіл одақ бойынша гастрольдер, аншлагтар басына уақыт қалдырмады. Әйгілі ғалымдар, профессорлар, академиктер мен министрлер оған бірнеше рет қолын және жүрегін ұсынды. Бірақ Бағланова сахнадан кеткісі келмеді. Соғыс кезінде сыналған шикі траншеялар, су және қиыншылықтар оның ана болу қуанышын айырды. Бағланова 47 жасында бала туудан өмір өзген кезде ғана ана болды. Әншінің жалғыз ұлы заңгер болды. Оның 3 баласы бар. Сахна мен үшін әрқашан қуаныш болды. Мен сахнаға шығып, ең жақын және жақын адамымды құшақтап сүйгендей боламын. Мен оны соңғы күніне дейін жақсы көруге және атақ, мансап немесе пайда іздемеуге міндеттедім, дейді әнші сұхбатында. Бағланованың үлкен жасына қарамастан көптеген концерттерге қатысып, өзінің 80 жылдық мерейтойында бүкіл Қазақстан бойынша жеке концерттермен өнер көрсетті. Роза Бағланова жоғары мемлекеттік наградаға ие болған Қазақстандағы жалғыз әнші, халық қаһарманы. Бұл марапат Роза Тәжібайқызы үшін өте қымбат болды. Роза Бағланова 2011 жылдың 10 ақпанында Алматыдағы Кеңсай зиратында жерленді.